Орыс енеме балалары ай сайын 30 мың теңгеден зарплата береді. Барлығының қымбаттағанына байланысты енемнің де зарплатасы өсіп жатыр. Былтыр ай сайын 30 мың теңгеден жинап беретін едік, осы жолы 50 мың теңгеге өсіп жатыр. Және бұл дәстүр маған ұнамаған еді. Ренжіген сәттен бастап маған жолдасым зарплата төлейтін болды қыздар. Енді өзіңнің зарплатаңды маған айт деген болатын. Қанша теңге деп айтатынымды білмей отырмын. Қазіргі таңда үй жинайтын, бала қарайтын, тамақ жасайтын адамдардың зарплатасы қанша болып жатыр? Соған байланысты айлық табысымды айту керек болып тұр. Пособие бітті, енді керек-жарақтарыма ақша керек болғандықтан елеммен жарысып, мен де айлық алып отырайын да, дұрыс па? Жаз бойы үйде пауықтардың үйлері салынбаған еді. Енді күн суытқан кезде пауықтар үйіме қонаққа келіп қоймай жатыр. Ырым-сенімге сенетін болсақ, пауықта көз тигеннен болады дейді. Қалай ойлайсыздар, ол шын ба? Күйеуімнен ең бірінші зарплатамды алған сәттен бастап сіздерге 5 мың теңгеден 5 адамға ойнатамын. Мен әлі уәдемді ұмытқан жоқпын. Давайте мен тезірек 50 мың подписчикке жеткізіп тастайық. Батылдың орнына подписчиктерімнің тапсырмаларын орындасам қалай болады? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.